Сәлем қыздар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімізді өте дәмді цомян немесе босо лагман деп айтылады. Сондай дәмді рецепті түсірдім сіздер үшін. Міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Және каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікір қалдырып, рецепт ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Ең алдымен қызған майға жалпақтап туралған етті жақсылап қуырамыз. Орташа отта қуырамыз, етіміз күйіп кетпес үшін тұз себеміз және соя тұздығын құйып, жақсылап араластырып, ет піскенше қуырамыз. Қақпағын жауып 5 минуттай баяу отта ұстаймыз. Және туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қызанағымызды салдық, ұсақтап туралған сарымсақ және бір ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. Қызанақтың суы тартыла бастағанда, 4 бұрыштап туралған пекин капустасын қосып, араластырамыз. 2-3 минут қуырамыз. Одан кейін жалпақтап туралған қызыл және жасыл бұрышымызды салып қуырамыз. Жартылай қуырылған кезде сельдерейімізді салып қуырамыз. Және ұнтақталған имбирді қосамыз. Бұл жерде көкжебіміз, пекин капустасы және қызыл жасыл бұрыштарымыз шала қуырылу керек, яғни тірі болып тұру керек. Сол үшін бастапқыда етті жақсылап қуырып пісіріп алуымыз керек болады. Қақпағын жауып 6 минуттай ұстаймыз және жарты стаканға жетпейтін су құямыз, өте аз құйып, қақпағын жауып 5 минут қайнатамыз. 5 минуттан кейін отты өшіреміз. Және лагманның қамырын қалай созу, илеу жайлы мен каналымда гөру лагманның рецептісі бар, яғни видеосы, сол жерден көрсеңіздер болады. Мен сол жерде жақсылап түсіндіріп өткен болатымын. Лагман қамырын осылай турап аламыз. Жеке табаға майымызды құйып, қамырды 4 минуттай қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, соя тұздығымызды қосып, жақсылап араластырып оттан аламыз. Дайын подливамызға салып, екеуін біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Лагманымыз дайын болды, сондай өте дәмді болды, отбасыма қатты ұнайды және жасалу жолы өте оңай, құрамына көп заттар кетпейді, үйден табылатын заттар. Сондықтан міндетті түрде менің осы рецептім бойынша пісіріп көріңіздер. Өте дәмді, сіздерге сөз беремін. Міндетті түрде лайк басып және пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.